Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Достар, бүгін бізде өте көптен күткен сәт, яғни бүгін бізде Ежас екеуміздің тәтті шайымыз. Үйде азаннан бері кипиш болып жатыр. Алматыдан, Кентаудан қонақтар келіп, тәтті шайға дайындалып жатырмыз. Мен де азанмен ертерек тұрып, осындай макияж прическам жасатып келдім. Бүгінгі влогта сіздерге біздің тәтті шайымыздың қалай өткенін түсіретін боламын. Так что видео басталмай тұрып сіздердің лайк, комментарий, ал біз бастаймыз. Қазір сіздерге үйде қандай атмосфера болып жатқанын түсіретін боламын. Ал достар, біз жайлап мен комнатамнан шығып, ары қарай шыға берейік. Ана жақ енді кәдімгідей кипиш болып жатыр. Тәтті шайдың өзіне осылай дайындалып жатырмыз. Кеттік. Қалайсыздар? Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Бұл менің әжемнің туған әпшесі, иә? Нет, сестренка. Сестренкасы болады. Мен тәтті шайыма арнайы Кентаудан келіп отыр. Құда қаласа жастарымыздың міне көз алдымызда кішкентай Аруна қызымыз міне бой жеткелі отыр. Құда қаласа бұл өзі отау тігіп, Алла құда қаласа қол ұстасқан бағымен ұзақ ғұмыр кешіңдер, бақытты болыңдар жандарым. Өмір деген күрес. Күрессен ғана өмір сүресіңдер. Так что күресе біліңдер, өмір сүре біліңдер, бақытты болыңдар. Ата-аналардың жақсылығын еш уақытта ұмытпаңдар. Не деймін? Қол ұстасқандарың құтты болсын, бақытты болыңдар жандарым. Өнегелі семья болыңдар. Рахмет үлкен. Ана жақта бізде Алматыдан келген менің қатырайма. Тәтті шайға күшті дайындық болып жатыр. Сізден бір-екі ауыз сөз. Иә, бүгін құда қаласа, телефонды қоймай қойды. Бүгін құда қаласа тәтті шайымыз аман-есен өткізіп алайық. Тәтті шай деп келдік қой. Мынау Арунамыз осындай бір жақсы жолға шығарып салайын деп жатырмыз. Үлкен взрослую жизнь дейін да. Бақытты бол, жаным. Елжас екеуің махаббаттарың таусылмасын. Осы екеуіңнің бақытыңа, бір-біріңе деген махаббаттарыңа біз қуанып жүре берейік. Шаршамай қуаныштарыңа келе берейік. Не деймін? Бәрі ойдағыдай болсын, бәрі жақсы болсын. Өз басым қуаныштымын. Болды, рахмет. Қазір әже келді бізден. Әжеге баратын боламыз. Ал достар, біз кеттік. Көзайымды ұмыт кеттім ғой мен. Көзайым үйден кетейін деп отырмын, білесің ба? Маш? Күйеуге шығайын деп отырмын ғой. Уже міне? Бүгін тәтті шай болады. Тәтті шай? Мен кетсем жылайсың ба үйден? Иә. Бұл менің ең кішкентай сестренкам, барлықтарыңыз білесіздер. Енді кеттік кухняға. Қалайсыздар, әже? Кентаудан келіп отыр. Ғана барып өпемедім. Міне, Аллаға шүкір, енді ұзатайын деп жатырмыз. Мен Әже жылайын деп жатыр. Жыламайсың ба? Шымкентте ғой? жасы келін бақытты болыңдар, армандарыңа жетіңдер. Маған шөбере керек, маған шөпшек керек сосын. Ал мама, сізде бір-екі ауыз сөз айта кетіңіз. Барлықтарыңа сәлем достар. Бүгін Құдай қаласа бізде ерекше күн. Бүгін Құдай қаласа қызымның тәтті шайы. Біздің тұңғышымыз мені ана сезіндірген алғашқы менің бөпешкем. Құдай қаласа, Алла осы күнге біздің үйдің атмосферасы осындай болып тұр. Артық фонға мән бермейміз достар. Вот, Құдай қаласа, тәтті шайда қызым кездескенше. Әлі қазір до конца көресіздер ғой бізді. Достар, бүгінгі влог максимально сіздерге қалай бар, солай түсіргім келіп жатыр. Максимально бүкіл атмосфераны детальға дейін түсіріп, так что осы влогты до конца көріп отырыңыздар. Ал достар, дәл қазір мен қасымда Аликош. Аликош, мен күйеуге кетсем, қандай чувство болады сенде? Мен ба? Мен жылай. Қорқын. Білмеймін енді. Ұзату күні айтпақшы Аликош пен Көзайым бізде өлең айтады. Сол дайындықтың өзінде Аликош пен Көзайым жылап, андай біртүрлі, мен өзім де біртүрлі қалдым бұлардың жылап атқанынан. Білмеймін, үйден кеткен кезде менде қандай чувство болады, бұларда қандай чувство болады. Әлі білмеймін, ештеңе сезініп отқан жоқпын. Как будто әшейін съемка, фотосессия сондай сияқты сезім болып отыр менде. Ал Аликош сәттілік тілеп қоймаған. Сәттілік. Ежас жақсы көресің ба? Иә. Ежас жезделерді қатты жақсы көреді.
Ал достар, сіздерге бүгін тәтшайға киетін образымды көрсеткелі отырмын. Осындай дизайнерский қоңыр көйлек киетін болам. Не үшін қоңыр десеңіздер, Елжас екеуміз примерно парный киін деп тұрмыз, потому что ол да үстіне қоңыр киеді. Осындай екеуміз сәйкес болсын деп, осындай қоңыр көйлек киетін болды. Және де осындай күшті сердечко туфли. Қазір бізде күшті переход болады. Мінеке достар, менің образым осылай болды. Пока мен киініп, видео түсірем дегенше, үйдегілердің барлығы уже ресторанға қарай шығып кетті. Бізде тез шығу керекпіз, себебі бізді тәтшайға сағат 2-де шақырған. Так что, достар, мен өте қатты қобалжып жатырмын. Білмеймін, сіздерден поддержка күтемін. Образым қалай болып тұр. И қолыма Елжас Вьетнамда сөз салған кезде осында кольцо таққан, осыны да тағып алдым. Ал біздің образымыз дайын болды. Кеттік. Ал достар, біз Короче, достар, құттықтап қойыңыздар. Біздің бұйырса болашақ тойымыз ақылдасатын уақыт келді. Я, достар, қазір пока что қонақтар әлі жиналуда. Біз екі мамаға деп осындай күшті букет гүлдер алдық. Білмеймін, қобалжып тұрсың ба сен? Мен қобалжып тұрған жоқпын, настроение зор болып тұр. Мен қобалжып тұрмын. Сен очкиң не қақпаған боласың? Очким, білмеймін, кино болып тұрмын. Короче, достар, вот бізде, білмеймін, әлі біртүрлі отырмын, короче. Ішім қобалжып тұр. Қобалжымасақ. Видеоны до конца көріп отырыңыздар. Мінекей достар, біз осындай тәтшайға арнап күшті торт жасаттық. Байқасаңыздар, ақ түсте, және де тәтшай деп жазып тұр, және де Елжас екеуміздің бас әріптеріміз ЕА деп тұр. Осындай күшті торт. И дастархан өте күшті болып тұр. Осы ресторанды Елжас екеуміз көптен бері қарап, бүйтіп, сөйтіп жүріп бақылап бұрын жасадық. Өзім осы жерде тәтшай өткен өте қатты қаладым. Қараңыздар, прям күшті, потологы өте биік. Столдары да европейский, итальянский кухня бұл жерде. Қобалжып тұрмын. Бүкіл видеода қобалжып тұрмын деп. Бүгін біздің Әлия балдызымен уже менің уже 30 жылдан асып кетті. Қарындасым операция болады. Соның бүгін баласының кіші баласының несі болды. Жүрегі Елжас баламыз сиқым жігіті, сиқым үшін Алла күшіктеп, анау осы Оңтүстік Қазақстан белгілі азаматтардың текті ұрпақтың жақтары деп айтсақ болады. Оразаликтер, білестер, сол кісілер, немерелер Елжастар. Құдағы бәріңіз, қаласа сиқым олда ала күшіп. Құдағы бәріңіз сағыныңыз. Мен күшіктері қызмет етсе, мен ала күшірмаңыз. Жүздеріңіз жылы екен, ана айтады ғой, Құдай қосады дейді, сол сияқты мынау кішкентай ғана Нұржанымның алғаш көрген құдалары болсыздар, қадамымыз құтты болсын деп жатырмыз. Танысып отырайық, жылысып отырайық деп бас қосып отырғанымыз. Құдай ұзағына сүйіндірсін. Құданың Құдай қосады деп айтып өтеміз ғой. Құдай қосады дейді. Жақсылық болсын тек. Жастар бақыт болсын. Әумин. Құдай қосады. Артқа қарап құдай қосады. Құдай ашық деп Бұл да сен маман Елжас балдарыңыз айтамын да кішкентай кезінде. Ана Гүлекең екеуміз ортамызда кішкентай қосылған болатын. Тоқтап болған еді, ортамызда кім кетеді. Өте тәтті болғанбыз, өте сыпайы. Деді практиканың істеп кезде андай тұрмын жаңағы. Шапағатпен екі жас қосылады екен махаббатпен ассалаумағалейкум деп келгенде уағалейкум ассалам дей салыңыздар, шапалақпен де бір шапалақ қойсаңыздар. Екі жас құрмет көңілдермен қосқан
Ал достар, бізде тәтті шай жалғасуда. Көріп тұрғандарыңыздай күшті қылып өлең айтып, біздің құдалардың көңіл күйлерін көтеріп қайтты. Саған ұнап отыр ма? Маған ұнап отыр достар, на высшем уровне өтіп отыр. Я, достар, сіздерге қалай болып жатыр? Сондықтан комментарийға жазып отырыңыздар. Мен лично өзіме күшті ұнап жатыр. Күшті өтіп жатыр, Енді, короче, достар, күшті өтеді. Енді үлкен кісілердің өздерін жалғыз қалдырайық, өздері әңгіме айтатындар бар, сырласатындар бар. Короче, біз өзіміз жастар енді мешет етпей, қайта берейік жаймен. Ал бірақ достар, әлі қоштаспаймыз, әлі сіздермен бірге талай әңгімеміз бар. Әлі жалғастыратын боламыз. Я. Солай қабылдадым. Ол бүйтіп сөйлесіп араласып кеткеніміз білесіз ба? Мына осы кісінің арқасы деп ойлаймын. Шын айтамын. Біз мына жерде тұрып суретке түсіп тұрмыз, бұл кісі келді де бірден сөйлеп кетті, екеуі келді. Сөйлеп амандасып, соңынан өйстіп араласып кеттік қой. Ал достар, осымен бізде влог аяғына жетіп жатыр. Сіздерге ұнады деген үміттеміз. Сіздер үшін осылай күшті қылып түсіруге тырыстым. Так что сіздерден еще раз лайк, поддержка күтемін. Тағы не деймін? Лайк, подписка. Ал достар, осымен бізде тағы не деймін? Лайк, подписка. Ал достар, осымен бізде влог аяқталды. Бізде алда әлі құдалық, сырға салу, ұзату, үлкен той, короче, тойға дайындық, соның барлығын мен YouTube каналымнан көріп отырасыздар. Еще достар, әлі комментарияда сіздердің тілектеріңізді қарап отырмын достар. Давайте тілек жазып кетіңіздер. Бақытты болыңыздар, осындай деп. Тілектеріңіздің бәрін оқитын боламын. Ал всем пока!